Сәлеметсіз бе, қош келдіңіздер модный тренд каналыма. Бүгін мен сіздерге жаңа маусымда дизайнерлар мен сән брендтары бізге мөлдір нәрселерді мұқият қарауға кеңес береді. Біз сізге күнделікті гардеробыңызға қатты трендті қалай дұрыс біріктіруге болатындығын айтамыз. Бір уақытта қарсылық көрсетпей, видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Жаңа маусым қарсаңында әрқайсымыздың алдымызда шешілмейтін міндет тұр. Соңғы маусымдардың басты үрдісі хитті мөлдірлікті қалай икемдеу керек, онымен бірге парасаттылықты сақтап арсыздыққа жол бермеу. Егер бұрын дизайнерлар тек заттарды кешкі көйлектер ретінде мөлдіретіп жасаса, енді мөлдірлік күнделікті опцияларға да қатаң кеңсе киіміне де ауысқанын бірден атап өтуге болады. Сонымен дизайнерлар мөлдір юбкамен, пиджакпен, шалбармен, костюмдермен, неше түрлі блузкамен батыл араластыруға болады дейді. Майкл Корс өз коллекциясының суреттерінде түсініктеме бере отырып, кішкене мөлдірлік босаңсыған, бірақ жарқыраған, әдемі көрінудің оңай және ақылды тәсілі дейді. Қалай болғанда да мөлдір заттар осы көктемнің басты қажеттілерінің бірі екенін мойындауымыз керек. Трендта болу үшін дәл қазір не кию керек екенін осы видеоны қарап отырыңыз. Көктемгі жазғы көрмелерде мөлдір маталар көп болды. Олардың көп болған сонша біз бұл үрдісті бар қаламызбен елеусіз қалдыра алмаймыз. Әрине шоу бағдарламаларда бәрі асыра айтылады. Мөлдірлік дәрежесі шексіздікке ұмтылады. Ең таза шешім сол мөлдір материалдың екінші қабатымен жабу. Бізге осындай төтенше жағдайға асығу керек пе? Жоқ, таза пішіндегі мөлдір маталар тенденциясы тым шектен шыққан көрінеді. Бірақ дұрыс дизайнмен және құпия және кейде жақындық бейнесін қосады. Міне бұл үрдісті күнделікті өмірге қалай бейімдеуге болады. Келесі қолайлы жағдай жазғы қалалық кештер. Сондай-ақ бұл сурет ыстықта жазғы қалада өзекті болады. Сабан сөмкесімен, сәнді сандаликтармен, зергерлік бұйымдармен қосыңыз. Тек юбкалар, көйлектер мөлдір болуы мүмкін емес. Сонымен қатар шалбар, жұқа трикотажда болуы мүмкін. Мөлдірлік үлкен өлшеммен қоса келетін болса, қарапайым мөлдір еркектік габаритта болатын, банағыдай оверсайз ретінде болатын свитшоттарды кез келген төменгі киім джинсымен, мини юбкамен, шалбарымен сізге ұнайтын нәрсе. Ережені ұмытпаңыз, жоғарғы жағында үлкен өлшемді, төменгі жағында тығыз және керісінше. Бұл трендтардың үйлесімі біздің күнделікті өмірімізге дәл қазір оңай енгізілуі мүмкін. Көріп отырғаныңыздай сіз өзіңіздің жайлылық пен киім үлгісіне қарай ашықтық пен мөлдірлік дәрежесін өзіңіз реттейсіз. Дене түріне және өмір салтына тәжірибе жасаудан қорықпаңыз. Түрлі көріністерді киіп көріңіз. Ал егер сіз бірден сатып алуға дайын болмасаңыз, дүкеннің киім-кешек бөлмесінде жаңа көріністі байқап көріңіз, суретке түсіріңіз және мезгіл-мезгіліне оған қараңыз. Біз жаңа нәрселерді көруге қорқамыз, бірақ оны аздап енгізсек, біз оған үйреніп, өмірімізге жаңа стильді оңай енгіземіз. Міндетті түрде лайк басып, маған тіркеліп, сән әлемінде болып жатқан жаңалықтарды менен көруді ұсынамын. Рахмет.